өте сабырлы, мінезі ауыр, сондай келін. Жеңіс апай үнемі мақтап отыратын. Жеңіс апайдың мінезін білсеңіздер, қандай мінез бар Жеңіс апайда. Міне сол мінезге шыдап, Құда қаласа өзі де ертең ене болайын деп отыр. Сондықтан Нәзираның кеңесін тыңдайық. Келіндерге кеңес. Ару аналар, енді бүгінгі ене келін отбасы туралы дөңгелестеріміздің тақырыбы екен. Енді мен келін болып келгеніне 35 жылдан асып бара жатыр. Соның ішіндегі 15-20 жыл енемен бірге тұрып келе жатырмын. Енді жаңағы отбасы құру деген мен айтатын бірінші ол жауапкершілік. Бірінші кезде үйленгенде ол ойын-сауық, қыдыру сондай деп, ол жеңіл-желпі нәрсе емес. Соны түсіне білсек, отбасының арай қиыншылықтарға мойымау ол оңай болады. Енді бірінші келгенде басқа елден келдім, басқа отбасыдан өзінің заңдылығы бар, өзінің әдеті бар. Бірінші келген кезде отбасының ұйытқысы аналар дейміз ғой, енемен тіл табысу керек, жақсы қарым-қатынас орнату керек. Бұл келгендер біз жақсы қарым-қатынас орнатамыз деп не істемейміз. Енеміз өзі жылы сөзін айтып, мейіріммен, бар жүйемен жақсы қабылдады. Содан кейін сол біз кезінде қонақ күтпейміз, үй шаруасына түгел араласа бермейтінбіз қыз кезімізде. Келген кезде тамақ істеген кезде апа, қанша ет салайын, қандай тамақ істейін деп не істесек те сол бірге ақылдасып отырып шештік. Сөйтіп енемізге одан мынандай тамақ істейміз, мына қонақты шақырамыз, мына әулетпен таныстырады. Соны енді бірінші кезекте сол отбасыдағы барлық адамдармен әсіресе енемен дұрыс қарым-қатынас, жылы қарым-қатынас орнату. Енді енеміз бірден жақсы қабылдап, өзін жақсы көріп, өзінің қызындай демесе де мен айтар едім, қызындай емес, келінін де қабылдау керек. Яғни қыздың міндеті басқа, рөлі басқа. Келін сол жерде келін болып келген екен, сол әулеттің ұйытқысы, болашақ ұйытқысы болуға келді. Соны енеміз бағыт-бағдар береді. Енді екінші сол жаңағы енеміз қандай жақсы таныса келе, қандай жақсы көреді, қандай сусындар немесе жақсы көретін ән, нелерін жақсы таныса келе біле береміз. Мысалы, енем машық өзенін асанғатпаймын деп айтатын, соны есіне алып, машық өзенін көп істей беремін екен, жога болады. Ащы нәрсені жақсы көремін десе, сондай ащы нәрселер жабыла әртүрлі қолынан келгенше істедік. Енеміз бір жақсы инициатива шығарсам, соның бәрін қоштап кететін. Қандай жаңалық ексам да ой болмайды демейтін. Давай солай істеп көрейік деп қоштап кетеді.